Боп, міне шие, дәмді, қандай керемет. Фу, ашы ғой. Міне нағыз дәмді зат, ол балмұздақ. Стюарт, мұна дәмді шиеден жеп көрші. Боп, еш нәрсе түсінбейді. Шие, балмұздақ, сендерге тек тамақ болса болды. Грю қайда? Стюарт уайымдап тұр, ал сендер тек тамақ дейсіңдер. Сәлем, менің кішкентайларым. Әкелеріңді сағындыңдар ма? Грю, келдік ау. Стюарт, Грю қайда деп уайымдады. Сенде бәрі дұрыс па? Мәссаған, Грю, не деген керемет. Нағыз көлік екен, нағыз зымыран ғой тіпті. Грю, кәне берші, бізде көрейікші. Қандай керемет, маған да осындай керек. Кевин де өзінше болғысы келеді. Қане қолдарыңды тартыңдар, бір жерін басып жіберерсіңдер. Ал ол өте қауіпті. Бірінші оны жүргізіп үйрену керек. Әйтпесе сендер менің көлігімді құртқансыңдар. Айтпақшы, біз ұрлаған ұшақты қайда жібердіңдер? Стюарт оны қуып жіберді. Кеттеді, ол пұф деп жоқ болып кетті. Не, Стюарт, ұшаққа сен не істедің? Стюарт ақымақ емес, Боб еш нәрсе білмейді. Стюарт оны үйіне жіберді. Сен оны есіне аттандырып жібердің бе? Стюарт, жарайсың, ақылдым менің. Бір затты тығудың немесе құтылудың ең керемет жолы оны есіне қайтару. Керемет, күнделігіме жазып қою қажет. Ал достар, сендерге мына қалашық қалай? Тамаша, өте әдемі қалашық. Мына жерде шие бар. Қане, Грю, дәмін көрші. Балмұздақта дәмді. Жейсің бе, Грю? Эх, достар, керемет, бәрі де дәмді ғой. Бүгін Грюдің көңіл күйі жақсы. Гавайиге жетпесек те, мына жер жаман емес. Бұл жермен дұрыстап танысып, зерттеп шығу қажет. Достарым, бізді ұлы істер күтіп тұр. Ұлы дейсің бе? Мынадай ұлы ма, әлде мынадай ма? Қала кішкентай? Ах, Стюарт, маңызды емес. Грю қазір еркін. Енді ол ойына келгенін істей алады. Зұлымдық агенттігі мені қуып жібергендерін әлі өкінетін болады. Грю енді мейірімді болады. Айтпақшы, бұл ойым қалай сендерге? Балалар, сендер масса, салмақ, килограмм деген сөздерді көбінесе қайдан естисіңдер? Кәне, ойланып көріңдерші. Я, дүкендерде сендер аналарыңмен бірге дүкенге барғанда, жеміс жидектер, көкөністер алғанда осы сөздерді естисіңдер. Солай емес пе? Жақсы. Енді балалар, сендер бүгін дүкенге келдіңдер деп есептеңдер. Бұл дүкенде сендер қай затты қанша массасымен сатып алғандарыңды өлшеп, санап көрейік. Ал, бастаймыз ба? Жақсы, ең бірінші қараңдар. Бұл бізде өрік. Өрік бізде неше килограмм екен? 5 килограмм. Өте жақсы. Келесі бізде шелекпен тұрған бізде картоп. Ол неше килограмм екен? 10 килограмм. Жүзімнің массасы 7 килограмм. Қызанақтың массасы 8 килограмм. Ал қауынның массасы 2 килограмм. Алманың массасы 4 килограмм. Қиярдың массасы 6 килограмм. Ал
қарбызымыздың салмағы неше екен? 3 килограмм. Өте жақсы. Енді балалар, біз осы массаларды сандарын өсу ретімен жазып өтейікші. Қалай болады екен? Ең бірінші мен қай санды жазамын? Ең аз салмағы бар ол қай жеміс екен? Кәне, таптыңдар ма? Дұрыс айтасыңдар, ол қауын. Қауынның массасы бәрінен қарағанда ең аз. Неше килограмм екен? 2 килограмм. Жазамын, 2 санын жазайын. Өте жақсы. Енді келесі балалар. 2-ден кішкене сәл көбірек массасы бар. Қай зат екен? Қай жеміс кәне? Дұрыс айтасыңдар. 3. Біз балалар сандарды өсу ретімен жазып жатырмыз. Енді 3-тен кейін бізде келесі қандай сан? 4 килограмм бар бізде. Қай жеміс? Алма. Өте жақсы, жазамыз. 4 килограмм ол бізде алма. Келесі 4-тен кейін қандай сан? 5. Ал 5 килограмм бізде не? Өте жақсы, ол бізде өрік. Жазамыз. 5. 5-тен кейін қандай сан? 6. 6 килограмм ол бізде қиярдың массасы. 6. Өте жақсы. 6-тан кейін қандай сан? Кәне, 7. 7 ол бізде жүзім. Өте жақсы. 7-ден кейін қандай сан? 8. 8 килограмм ол бізде қызанақ. Өте жақсы. 8-ден кейін қандай сан балалар? 9. Ал 9 килограмм салмағы бар бізде. Мына жерде жемісіміз немесе көкөнісіміз бар ма? Қарап көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар, жоқ. Ал онда 9-дан кейін келесі санға аттап өтейік. 9-дан кейін 10. 10 килограмм бізде бір шелек картобымыз. Ал барлық сандарды түгел жаздық па? Тағы да өздерің бір тексеріп шығыңдаршы. Жақсы. Енді балалар, кәне осы сандарды бір атап өтейік. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Өте жақсы. Енді бізде ең ауыр салмақ, ең көп килограмм массасы бар қай жеміс екен? Қай көкөніс екен? Дұрыс, ол бізде картоп. Ең аз қауын. Жарайсыңдар балалар. Сендер енді массаның ең аз және ең көп килограммын өлшеп білетін болдыңдар. Өте жақсы. Бұл не, балалар? Біз тәттілер тауып алдық. Қарашы, банан, алмалар, мандарин, алмұрт, шабдалы және шие. Енді мұнаның барлығын не істейміз? Жейміз, көп тамақ жейміз. Әйтеуір қарындарың ашып-ақ жүреді екен. Мұнаның бәрін қалайша жейсіңдер? Баялды не үшін керек? Бұрышшы, тіпті 5 келі. Бола берсін, бір-бірімізге лақтырып ойнайтын болсақ. Балалар, тамақты лақтыруға болмайды деп сендерге қанша рет айтам. Онда ойнамаймыз. Тамақпен ойнауға болмайды. Онда нені лақтырамыз? Тұра тұр, ешқандай лақтыру, ойнау, тастау болмасын. Тыныш тұрыңдар. Жарайды, мен кеттім. Бір нәрсе ойлап табайын. Еш нәрсе білдірмеңдер. Стюарт, барлығына бас көз бол. Ойын ойлап таптым. Жоқ, болмайды. Тамаққа тиіспейміз. Қарашы, менде не бар екенін.
бұрыш, шеңбер, тік төрт бұрыш. Бұның барлығы не үшін керек? Мына пішінді тамақтың жанына қоямыз, пішіндерді қоямыз, оны тамақтармен салыстырамыз. Мысалы, шабдалы 2 келі, оның үстіне ең кішкентай сопақшаны қоямыз. Міне. Түсіндім. Енді мандарин 3 келі, мұны жасыл шеңберге. Одан соң қызыл 3 бұрыш. Бұл банан. 4 келі. Қане, енді маған да беріңдерші. Енді 5 келі бұрыш. Бұл сары шеңбер. Жасыл тік 4 бұрыш. 6 келі алмұрт. Мінекей. Менің сүйікті шүйем 8 келі. Бұл қызыл шаршы. Керемет. Баялды қалды. Ол 10 келі. Көк шеңбер. Бітірдік. Бәрі тамаша.